Әсия ханым, сіздің кілем орталығыңызға келіп таңданып тұрған жайым бар. Енді қазақ десе текемет елестейді, кілем елестейді, ұлттық жиһаз ғой үйіңіздің. Соған тоқталсаңыз, қандай ерекше кілем? Енді менің өзімнің ең жақсы көретін оюым өзі қазақылық ою. Сосын осы Қазақстанда қазақи киіз үймен айналысатын кісілердің барлығының тапсырысын қабылдаймын. Осы Наурыз болсын, кеше Турцияға кеткен кілемдердің ішінің барлығын өзіміздің Балтекстильге, бірақ мен өзім дизайндарын дайындап, осындай қазақы жабдықтармен жасап бергенмін. Керемет. Кілемдеріңіз біріне бір ұқсамайды, бірінен бір ерекше. Келетін адамдардың өзі миы айналып қалатын шығар, көздері де қолдап. Енді біз көмектесеміз миының айналмауына. Көбінесе өзіміз олардың бөлмесін сұраймыз, қандай бөлмеге қолданайын деп жатсыздар, қандай бала-шаға бар ма үйде деп. Соның бәрін сұрап, соларменен ақылдасып бірге өзіміз таңдап беруге тырысамыз. Әрі жаңа қалтасының қалыңдығы, жұқалығы да енді оның бәрін назарға аламыз. Әрине, керемет. Мұнда қанша кілем түрі бар? Енді неше мың? Енді 1000 десем артық болып кетпес деп ойлаймын. Енді одан көп болмаса аз емес. Қазір өте талғамбас халық болдық қой. Сол барлығының ойынан шығуға тырысамыз. Алаша. Қыз жасауының барлығы осы жерден бастап алатындай жан-жағымызға қарап таңданып отқан жайымыз бар. Әсия ханым, енді кілем десе біздің әжелеріміздің қолөнерінен бастап елестейді, текеметтен бастап көз алдымызға келтіреміз. Содан бері қанша ғасыр өзгерсе де, кілемдер заманауи үлгіге енсе де, бір қазақылықты нисан қылып тұрады, айтыңызшы. Иә, оныңыз рас. Сол туралы айтсақ. Жалпы бұл кілем саласына қалай келдіңіз? Қыз бала енді үйдің бұйымдарына, үйдің текстиліне кішкентайынан қызығып өседі ғой, анадан бір сүтпен келетін, бір тиянақтылық шығар, ұқыптылық шығар, талғам болар. Иә, оныңыз рас. Мен енді кілем саласына өзімнің ойымша 4-ші сыныпқа өтер кезден бастадым ау дейін. Сол кезде анам екеуміз үйде бұрын тоқитын едік қой кілем. Сол кілемді өзімізге алғашқы тоқығанбыз бастап. Сол кезде мен үлкен қыздарменен кілемнің дизайнын жасап, басқа үйлерге барып әдемі суреттерді таңдап алғанда тор тетрадь болатын еді ғой, соған X қылып түсіретін. Мен сол қыздарға қарап жүріп, кілемнің ортасына келгенде өзім сыза бастадым. Ұнаған кітап, ол кезде бір көгершін, жұрттардың үйінен көретін едік қой, сол суреттерді мен өзім салып, сол кілемге түсіргем. Сол кезден бастап менің кілемге сурет салу қызықшылығым басталды деп ойлаймын. Содан кейін мектепте оқып жүрдік қой, енді 7-8 класстарда да ол кезде кілем алу деген совет өкіметінің кезінде өскендерміз. Мүмкіндік жоқ, тіптен магазинде сатылмайды, ақша жинап алсаң да. Сол кезде гобелен деген покрывалалар болатын. Соның үстіне өзіміз кілемнің түгін шығарып, тоқып, солай да бастағанбыз. Содан мен ойлаймын, кілемге мен сол кішкентайымнан жақын мынау деп. Бұл қолөнер, бұл мәдениет, бұл өркениет, біздің әжелеріміздің біздерге аманаты, бізден кейін жас ұрпаққа тағы да бізден жалғаса беретін толқын сияқты. Жалпы қыз жасауының да негізгі бөлшегі осы кілемдер, құдалардың да араларындағы сыйластықтың бір белгісі ретінде, ықыластарының көрінісі ретінде жүретін жақсы сыйлық деп ойлаймыз. Иә, кілем қолданыстан еш қалмайды деп ойлаймын мен де. Өйткені біздің қазақ менталитетімізге жақын. Кілем бізде үйге жылулық әкеледі, байлық, барлығы өзі кілемге сабақтасып тұрады ғой. Әрине. Сол кілемді өте өзімде жақсы көрем. Үйімізде иногда кілемді жууға берсек, үй кәдімгі жалаңаштанып қалғандай болады. Кілем келген кезде айтам ғой, біз қандай күшті бизнеспен айналысамыз. Үйіміз қарашы, қазір бала-шаға секіріп үстіне ойнап жүр. Кілем деген барлығыңызға да айтарым, кілем деген өте жақсы зат. Иә, әрине. Бала кезімізде жаңағы еліктердің суреті бейнеленген, қабырғаны сипалап ұйықтаушы еді ғой. Қазір телефонның бетін сипалап ұйықтайтын балалардың заманындамыз. Дегенмен бұрын кілемдер қабырғаға ілінетін, қазір еденге төселеді, сөйтіп қолданыстан шығып қалмайды екен деп ойлаймын кейде. Осы сұрақты маған папам, әкем де айтатын. Ой, қызыма осы бизнесін ауыстырасың ғой деймін. Қазір не көп, кілем көп. Әрбір үйде толды ғой кілем үйіне, артығымен оралып тұр деп. Сол кезде жоқ, мен ойлаймын, ешқашан қазақта кілем қолданыстан қалмайды. Қалдырмауға біз де тырысамыз. Өйткені реклама жасаймыз, кілемнің түр-түрін жаңадан ойлап табамыз. Қазір енді қазақтың жағдайы жақсарса, кілем ауыстыруы жиілейді деп ойлаймын. Сол үшін тек қазағымыз бай болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Қазақтың қазақтан басқаға жаны ашымауы да керек шығар, бауырмалдық содан басталса керек.
тірлігіміз басқа болса да тынысымыз бір, осы елдің өркендеуіне сіздер сияқты кәсіпкерлер біздің еліміздің дамуына өзінің үлесін қосып жатыр деп ойлаймыз. Енді мына жерде жан жағыма қарап бір кілемнің үлкен бір ғимаратына келген сияқтымыз, үлкен бір патшалығына келген сияқтымыз. Жалпы кілемдер сәннен шығады дегендей, ескі өрнек, жаңа өрнек деген бола ма жалпы? Сәндегі сұранысқа ие кілемдер қандай? Мұнда қанша кілем түрі топтастырылған, қай елдерден келген, соған тоқталсаңыз? Негізі кілем деген ескі кілем, жаңағы ескі дизайн деген болып та жатады, но негізінен біз оны жаңартып отырамыз. Халық мысалы бір-екі кілем бұрын бірінші кезде осы мен Шымкенттен Алматыға әйтеуір тағдыр айдап келгеннен бастап кілем сатумен алсам ғой. Сол кезде бірінші кезде түріктер біз осында боламыз, ол кезде шетелге барып алып келу жоқ қой. Өздері әкеледі, екі ақ дизайн әкелетін. Қазірде күлеміз ғой, зеркала и корона деген болады. Содан менің көңілімнен шықпайтын ол. Ылғи да айтатын, неге осы екі ақ тұр, сонда қазақтарға бола береді деп жібере бере ма деп. Кейін сол тасымалдаушылармен бірге сәл енді жағдайы жақсарып, өзі заман түзелген кезде былай көзді ашып басқа жақта да көргің келеді ғой. Содан соларға айтып жүріп, Германияда выставка болып тұрады. Соған алғашқы барғанда сол кезде көргем кілемнің неше атасын. Сөйтіп, неге бұндай осындай кілемдерді Қазақстан сатпасқа, бізге де әкеңіздер өтеді деп айтып жүріп, жайлап әкеле бастасақ, өте бізде жақсы өтті. Тіптен біздің халық ондай жаңашылдыққа өте құмар халықпыз ғой. Жақсы қабылдады. Содан бастап мен ойлаймын, кілемнің ескісі, жаңасы деген болмайды. Тек бізге жаңа ізденісте болып, жаңартып, жаңа модельдерден қалыспауға тырысуымыз керек деймін. Ал қандай түрлері бар, жаңағы тығыздылығы, өрнегі, қай елде өндірілетіне байланысты сапасы өздеріңізге белгілі шығар, көзді жұмып тұрып таңдайтын шығарсыз. Енді біз біреудің үйіне барсақ та сыртынан кілем оралып баратса да, ол кімнің кілемі, қандай кілем, соны біз енді анықтап қоясыздар. Иә, 25 жыл кілемде болғаннан кейін оны біліп отырамыз. Ол тығыздық деген, мысалы, жібіне байланысты кейбір жіп, кейбіреу узелок, ойбай 1 миллион екен, 2 миллион екен деп айтып жатады ғой. Жоқ, ол жіп жіңішке болған сайын, оның мысалы тығыздатып тоқса, ол тығыз болады. А жіп өзі қалыңдау болатын болса, оны тығыздағаннан пайда жоқ қой, ол өзі де жұмсақ әдемі көрінеді. Сол үшін әртүрлі жіпті негізі қазір бір жібек, жүн деп айтамыз ғой, қазір машиналық жолмен тоқылатында ондай натуральный жіптармен тоқи алмайсың, бұндай количествода. Бұндай санмен әкеле алмайсың, сол үшін қазір енді дүниежүзі дамыған кезде барлық жіпті синтетикалық жолмен дамытады. Мысалы, бамбук дейміз, бамбук ағашынан оны кәдімгі ұнтақ порошок қылады, артынан өте сапалы жіптар шығарады. Вискоза, акрил, сол жіптарды әрқайсысын сапасы болады, оның да технологиясынан өтеді ғой. Сол сияқты 3D қылып, жаңағы боялатыны болады, боялмайтын жіптар болады, натуральный свет деп айтамыз ғой. Сол сияқты оның барлығы өте керемет, қазір барлығына қол жеткізуге болады. Қазір енді құбылмалы түстер де сұранысқа ие сияқты. Бір тар үйлерді кең қылып көрсету үшін, жиһазы көп үйлерді бір жайлы етіп көрсету үшін қандай түстер таңдағансыз? Енді көбінесе тар үйді кеңейту үшін көбіне елдің барлығы ақшыл түсті таңдайды. Ақшыл түс өзі кең қылып, бөлмені әдемі қылып, үйге кіргенде адамға жақсы көңіл күй сыйлайды. Ақтан қазір қорқуға да болмайды. Көп айтады, ой, ақ бір адам кірсе кір болады деп. Жоқ, оның да технологиясы бәрі ескерілген. Қазір ақ кілемді де тазарту жеңіл, онан кейін тез кір бола бермейді. Мысалы, вискоз жіптан тоқылған ақ кілем, оның бетінде пұхы болады. Ол кейбір ой, мынау шығатын арзан сапа деп ойлауы мүмкін. Ол қателеседі. Ол қайта өте қымбат жіп болып саналады. Ол сол түгімен мысалы кірді алып кетеді. Пылесоспен, мысалы шаң сорғышпен тазаласаң, ол бетіндегі тазаланады, кір қалмайды. Шаңды өзіне тартпайтын да кілемдер бар. Сол үшін қорықпасаңыздар болады. Тар үйді егер кеңейткіңіз келсе, ақшыл алудан қорықпаңыздар дер едім. Кейбір қыз-келіншектер бар ғой, жаңа үйдің тазалығына мінсіз болуын қадағалайды да, кілемнің сыртын покрывалымен қаптап қояды, чехол алады, оған жапқышы, пердесі түсі сай келмей қалады, жаңа бала бірдеңке төгіп шашады деп. Сонда кейде ойлаймын да, соның бәрін өзіңнен аяп жүргенде келесі де запаста
бір қосымша бір өмірің тұрма, уақытың тұрма, кімнен не жасырып жүрсің деген сияқты. Кейде қазақ десек өзімізге тиеді, бірақ біз ұқыптылықты өзімізден аяумен, сараңдықпен шатастыратын сияқтымыз. Сіздің алып қосарыңыз бар ма? Мен оған қарсымын. Мен үшін мысалы ақшаң алған затты сен оны пайдалануың керек. Ол саған қызмет ету керек. Оны сен сол күні басып көрмесең, сен оның қызығын көрмей, оның бетін жауып қойып, бала шағаңнан қызғансаң, ол не зат? Жоқ, мен қарсымын ондайға. Өзім ойлаймын, мен өзіме алған әрбір дүние өзіме ғана қызмет етсін. Мен оны күтумен айналысатын болсам, не үшін сатып алдым? Ол болмайды ғой. Әрине, жаныңды қуантып тұрмаса, көзіңді бір қуанышқа кенелтіп, жаныңды жайландырып тұрмаса, оның не керегі бар дейсіз ғой. Иә. Тамаша. Кейде жаңа айтып жатады, таңғы уақытта періште жаңағы жерге түсіп, әркімнің ризығын үлестіреді екен деп ше. Сол кезде өзінен өзі аяйтын адамдарға бұны тағы да кедейлікпен сынаңдар деп бұйрықта беріледі екен. Осы орайда айтқым келеді, кейінгі өмірге алып кететін ештеңкеміз жоқ, барлығын осы өмірде қолданайық. Шайтан сараңдықпен қорқытып кедейлікті әміретуі мүмкін, бірақ Аллаға тәуекел еткен адамның ризығы да, кәсібі де өз деңгейінде жүреді деген ойдамыз. Өте дұрыс айтасыз. Әсия ханым, айтыңызшы, өзіңіз бүгінде әже болдыңыз. Қыз ұзататын аналардың жүрегін бірден түсінетін шығарсыз. Олар енді жасау десе кілемнен бастайды ғой. Ана ретінде қандай кеңес берер едіңіз? Иә, біздің қазақтың менталитетімізде бізде алдымен қызы күйеуге тиер кезде қызына құда түсіп келеміз деген сыбыс шықса болды, алдымен жасауын ойлаймыз ғой. Мені қуантатын бір жағдай, қазақтың әрбір анасы бірінші бізге келеді, кілем аламыз. Бірінші кілемін түгелдейікші деп. Ол өте жақсы деп ойлаймын. Өйткені боз кілем деп вот мен қыздың жасауын айтар едім. Даже менің өзімнің анам да өзінің кезінде анасы әкелген кілемін, мысалы ескіріп кетіп бұрынғы енді қол кілем, ол енді ескіргенмен де жаңа өңінде нәрінде бермейді дейді ғой. Иә. Сонысын сақтап жүреді менің шешемнің көзі деп. Менің де өзім анам бергенді, мысалы қолданбасам да тығып қойғам заттарын. Сол сияқты кілем қызға алғанда мен көбінесе аналарға айтам да, кеңес те берем. Сіз қалай болса солай алмаңыз, қызыңыз бұны мәңгі сақтауы мүмкін. Сол үшін дизайны ешқашан кетпейтін, негізі классика дұрыс қыздың артына. Ол мәңгі біздің кілем ретінде қалады. Тіптен даже қазақша өрнекпен мен өзім құдалықта шақырып жүрем. И құдалық шақырғанда да қазір құдалар да не только қыздың артына, құдаларға да сый береді. Сол кезде қазаққа өрнекті айтар едім. Сонда ол мәңгі біздің жәдігер ретінде сақталып тұрса, ешқандай ол артықтық болмас еді. Әрине, дұрыс айтасыз. Енді мынау кілемдердің басым көпшілігі Түркия елінен келеді екен сізге. Өткенде жақында орын алған табиғи апат кезінде жаныңызды шүберекке түйіп, кәсіпкерлеріңізге, бауырластарыңызға тілеулес болғаныңызды білеміз. Тағы да алыс беріс қай елдермен қарым-қатынастасыздар? Іскерлік байланысыңыздың жалғасып келе жатқаны қанша жыл болса, тоқталсаңыз? Енді осы кілемге айттым ғой, 25 жылдай болды негізі таза кілеммен айналысқаныма. Осы соңғы 5 жылда енді шетелге өзім барып алып келіп, өзім дизайн жасауға тырысып жатқаныма алып келіп жатырмын. Қазір Түркиядан басқа, Түркияның біз Картал Карпетс деген Түркия елінде өздері экспортқа шығаратын бірінші орын алатын компания, өте ірі, кілемдері бүкіл ел білетін үлкен компания. Сонымен жұмыс жасаймын тікелей. Одан кейін Иранның Мехраман Карпетс деген бар. Олар да өз елінде екінші орын алады екен енді. Тоже экспортқа шығарғаннан кілемдерінің әдемілігі, сапалы жағынан өте жақсы жасалынған компания. Сол компаниямен жұмыс істеймін. Одан кейін енді өзіміздің Өзбекстан, Қазақстанның, бізде Бал текстиль бар Қазақстанның, одан кейін Назар текстиль, екеуінің де кілемдері енді қол жетімді баға. Біздің барлық қазақ енді байып кетсе екен, барлығы жақсы кілем төсесе екен дейміз. Сонымен қатар сол бізде мынандай жақсы қымбат кілемнің баламасы болады. Тура сондай түрмен тек қана жібі арзандау жіппен тоқылатын. Қол жетімді бағада дейміз. Соны да алып, әрбір қазақтың үйі әдемі болу керек деп есептейміз да. Барлық келген тұтынушылардың, мысалы, үйінің дизайнына, барлығына қарап, біз сол қаражатына да қарап, көңілінен шығуға тырысамыз. Сол үшін басқа жаңағы арзан, Белоруссия, мысалы, Өзбекстаннан да арзан кілемдер әкелеміз енді. Тек қана қымбатпен тоқтап қалмаймыз ғой. Әрине, өзіңе тілегенді өзгеге тілемейінше,
толық иманды сезінбейсің дейді ғой. Сіздің өзіңізге тілейтініңізді тұтынушыларыңызға тілейтініңіз көңіл қуантып отыр. Томирис дейді жаңағы кіріп келгеннен бастап, босағасынан бастап, табалдырығынан бастап, талғамның иісі аңқып тұр десем болады. Бұл атауды не үшін қойдыңыз? Одан бөлек қаражатың болмаса кәсіп баста дейді ғой. Осыдан 25 жыл бұрын осы салаға келуді не себепті қолға алдыңыз? Енді айтады ғой, жоқшылық көрмеген адам үлкен жарқын болашақты елестетпеуі де мүмкін деп ше. Біздің заманымыздың адамдары болашағын бір кәсіппен байланыстырғысы келетін, арманын асқақ етіп, жақсы бір іспен айналысқысы келетін. Сол жөнінде кішкене пікіріңізді білсем. Біз енді жаңадан егемендік алып мен осы Алматыға 97 жылы келдім. Бір ұлым болды. Ол заман өзі қиын заманнан өттік қой. Сол кезде Алматыға шын керек бір ала дорбамен келгенбіз. Оны кейбір менің жаңағы инстаграмыма да салғандар бар. Сонда келген кезде неден бастаймыз деп білмей келдік негізінде. Бірақ біздің бір құдамыз осында тұратын, кілем сатады деп естігенбіз. Соның үйіне кәдімгі 200 теңгеге жалданып жұмысшы болып кіргенбіз бірінші. Содан келдік та артынан сол 200 теңгеден менің өзіміздің кілемді жақсы көретінім, дизайнын, клиенттермен сөйлесу қабілетім болғаннан енді одан көпке жеттім ғой. Содан өзіміз ақша жинағаннан кейін бөлек шығамыз деп бөлек шықтық. Сол кезде бөлек шыққандағы қызықты айтайын, енді кілемнің көбіне қызық болатын шығар. Біз көшенің арғы бетінде кілем жаңа оптом сататындар деп айтады ғой. Солардан 5 кілемнен алып, көшенің мына бетіне жүгіріп кеп, күйеуім екеуміз 5 кілемнен 50 теңгеден қосып сататынбыз. Содан күніне 10, 20, 30 кілем. Әйтеуір, сөйтіп ақшаны жинағаннан кейін барып, әйтеуір заман өзгеріп, кредит беретін заман шықты. Бірінші банк туран әлем 200 жаңағы мыңнан бастады ғой, без залоговый деген шыққан. Содан бастадық та ары қарай көбірек жаңағы телешкімен әкелетін халге жеттік. Артынан машинамен, таксимен әкеп, әйтеуір Құдайға шүкір осы күнге сан артып. Кейін бизнесті енді осы Алматыдағы мен ойлаймын, магазин ашу жағынан бірінші ашқандардың қатарындамын деп. Менде ең бірінші на миллионнан ашқам. Кілем магазин қылып, магазин Ковров деп айтып, сайт ашып бірінші. Содан бері енді тұтынушыларыңыз үзілмеген екен. Үзілмей, онан кейін жаңағы заманның несінен қалыспайық дейміз ғой, енді заманнан қалыспайық. Осы бренд деген шықты деген атау болды. Соны бізде бренд создавать етейік деп, менің сол кезде ұлым үйленіп, немерелі болғам, атын Томирис қойдық. Өзім кішкентайынан бұрын қазақ ел болғалы осы Томирис деген, қыз болса Томирис қоямын деп жүредім. Енді өзім қызым емес, немереме қойдым. Сол немеремнің атынан міне Томирис бренд деп, әйтеуір Томиристе қазақылықтың, осы қазақтың көне заманның өзінің тарихын шертіп тұратын ат қой. Сол кілемге екеуін жақын лайықты үндестік болғаннан кейін Томирис брендін создавать енді солай қойғамыз, негізін қалап. Оны біз Адем сауда орталығында ашқамыз Томирис деп. Содан менің кілемдерімнің дизайндары халыққа ұнап, ғаннан кейін Томиристі қазір мен ойлаймын тек қана қазақстандық емес, жанымыздағы Қырғызстан, Россияда даже алып, біздің тапсырыс беріп, дизайндарымызды бұлай сұрап алып жатады. Оған да қуанамыз. Өзіңіздің қолтаңбаңыз қалыптастырып, тапсырыс беріп жүргенсіз, керемет. Тамаша, қуаныштымыз. Осындай кәсібін дөңгелетіп, кәсібінен нәсіп тауып, ұлттың еңсесінің биіктеуіне, қара көздеріміздің кәсіпті болуына, нәсіпті болуына өзіңіздің үлесіңізді қосып жүр екенсіз. Қаншама жұмысшыларды жұмыспен қамтып отырсыз. Кәсібіңіз берекелі болсын дейміз. Әрбір үйге сыйлап жатқан мынау жарқын жылулығыңыз, үйдің ішіндегі бір жайлылығыңыз да бір төбе. Барлығы әйел кісінің талғамымен, ішкі әлеммен үндесіп тұрғаны сияқты. Кәсібіңіз дөңгелей берсін, еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз деп тілейміз. Тұтынушыларыңыз көп болсын. Рахмет.